Сәлем, бүгінгі тақырыбымыз күтпеген тыңдаушы. Бір профессор дәріс оқу үшін залға кіреді. Бірақ залға қараса, алдыңғы қатарда отырған бір қойшыдан басқа барлық орын бос екенін көреді. Не сөйлейтінін, не сөйлемейтінін білмей, екі ойлы болған профессор қойшыға бұрылып сұрайды: "Мына отырған жалғыз адам сенсің. Сеніңше дәріс оқуым керек пе, әлде оқымауым керек пе?" Қойшы жауап береді: "Ұстазым, мен қарапайым адаммын. Бұндай нәрселерден онша түсінбеймін. Бірақ қойларды жайлауға апарсам да, егер бәрі қашып кетіп, біреу ғана қалса, мен бәрібір соны да жемдеп бағып аламын." Қойшының осы сөзінен кейін профессордың көңілі түсіп, айтамын деп шешті. 2 сағат бойы өзі жасаған, бағындырған конференциясын толық жүргізді. 2 сағат бойы үздіксіз сөйлеген соң, өзі жасаған, бағындырған конференциясы туралы Шопанның пікірін білгісі келіп, одан сұрады: "Иә, айтыңыз, сөйлеген сөзіме қандай баға?" Шопан әлі ойланып былай деп жауап береді: "Ұстазым, өзіңіз айтқандай, мен қарапайым адаммын. Мұндай тағылымдардан онша хабарсызбын. Бірақ айтайын, егер мен қойларыма жем беруге шықсам, қорада тек бір түйір жем қалса, әрине соны берер едім. Ал қолымдағы барлық жемді тек бір қойға бере салмайтын едім. Түйін, қанша сөйлесең де, айтқаның қарсы алдыңдағы адамның түсінгені мөлшерінде ғана мәнді болады."